сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сүйген жігіті зорлықпен пәктігінен айырып, кездесіп жүрген қызына үйленіп кеткен. Әлемде қанша адам болса, сонша тағдыр бар. Сырттай бақытты көрінгенімен, ішінде қандай өкініш ұлып жатқанын білдірмей, тағдырымен арпалысып жүргендер көп. Әсіресе гүл өмірі қор болған жандардың бүгінде талайды көтеріп келе жатқан ауыр жүкті сілкіп тастауға, санасын езген ауыртпалықтан құтылуға қадам басқандары да жеткілікті. Өмірінде қандай қиын жағдай болсын, оны ұмытып жаңа парақтан бастауға болады және солай ету керек, деген келіншек өз оқиғасымен бөлісті. Тағдырында қиындық кездескен жандарға қолдау көрсеткісі келеді. Осыдан 20 жыл бұрын мен бұл әлемнен күндер үзіп, енді ешқашан бас көтеріп жүре алмаспын деп ойлағанмын. Мені 18 жасымда құлай сүйген жігітім зорлап, төсектес болып, жылатып тастап кеткен. Қазір Құдайға шүкір, 5 ұлым және 1 қызым бар. Өзімді алақанына салып отыратын азаматым, әке-шешемдей болып кеткен ата-енем бар, дейді ол. Келіншектің айтуынша, студенттік алғашқы жылында-ақ өзінен 4 жас үлкен жігітті құлай сүйген. Бірақ жылға жуық уақыт кездессе де, оның түсінігі тым таяз, бар ойы анасына келін түсіріп беру ғана екенін білмеген. Институт табалдырығын аттаған күнінен таныстық. Содан бастап ол күн сайын жұмысынан соң жаяулатып мен тұратын жатақханаға келетін. Келеді де 3-ші қабаттағы терезеге ұсақтаса атады. Ол кезде менің махаббатым дегенім жай ғана бауыр басу болған сияқты. Әлде оның зұлымдығы бәрін жуып шайып кетті мекен? 1 ай өткен соң мен оны көрмесем тұра алмай тыпыршып кететінмін. Кейде демалыс күндері ауылына кеткенде 2-3 күнге әзер шыдаймын. Өз ауылыма барсам да қайтқанша асығатынмын. Оны анам да сезсе керек. Оқуыңды бітірмей тұрмысқа шықпайсың деп талап қойды. Ол кезде өзімнің де ойымда болмаған тұрмысқа шығу. Сабақ үлгерімім жақсы, қасымда сүйген жігітім бар. Өмір мен үшін керемет болатын. Сондай ғашық едім өмірге. Содан да болар, кез келген іске белсене араласып, барлығын бар ынтаммен жасайтынмын. Бақытты адамның жүзінен күлкі кетпейтінін белгілі ғой. Ортаның да гүлі болдым. Сөйтіп жүріп 1-ші жылда аяқтадық. Жаздың алғашқы күнінде туған күнім еді. Бір құшақ гүл мен сақина сыйлаған жігітім тұрмысқа шығуды өтінді. Оқуымды бітірмей рұқсат жоғын айтқанымда өкпелеген. Бірақ анаңнан өзім келісім аламын деп сенімді айтты. Ол сенен басқа 4-ші курстың бір қызымен де жақсы тұрады, деген құрбыларымның сөзіне мән бермеген едім. Ауылда демалыста жүргенімде үйге де іздеп келді, бірақ анам рұқсат берген жоқ. Оқуыңды бітіргенше күтсең, қыз сенікі деп кесіп айтқан болатын. Ол да анаммен келіскен сыңай танытқан, бірақ ойында арамдық жатқанын білмеппін. Бойжеткенді күндіз қыдыруға шақырған ол жоспар қорған көрінеді. Кезекті кездесуден соң алдап пәтеріне апарғанда арам ойын іске асырған. Түс қайтқанша сол күні жақсы қыдырдық. Бала секілді түрлі аттракционға мініп әбден көңіл көтердік. Сосын ол киімім ауыстыратын болып пәтеріне кіріп шығатынын айтты. Әрі қарай мені таксиге салып жіберу керек болатын. Ойымда ештеңе жоқ. Есік алдында күтетін болғанмын. Пәтерде қарындасым бар екенін айтып қоймады. Оның үстіне қарындасы бар деген соң көңіліме күдік кірмеді. Табалдырықтан аттаған соң ол есікті құлыптап маған музыка қойып берді де бірден ваннаға кіріп кетті. 2-ші бөлменің есігі жабық. Қарындасы демалып жатыр деп ойладым. Диванның шетіне жайғасқанмын. Бір кезде тек жартылай жалаңаш шыққан жігітім келіп мені құшақтай алды. Ұят қой, оның не дегеніме қарамай умаждап әкете барды. Көзі біртүрлі боп кеткен, ішіп алған адам секілді. Қарындасы естісін деп айғай салдым. Ол айғайлап күлді де музыканың даусын барынша шығарды. Тас қылып құшақтап алған, мен тыпыршып жатырмын. Әлім керілер емес. Ақыры анаң маған бергісі келмейді екен. Сені ешкімге бұйыртпаймын деген сөзінен одан сайын шошындым. Қолымда қалай қайырған есімде жоқ. Тыпыр ете алмайдым. Ісім бітірген оны сол сәтте өлердей жек көргенім ғана есімде қалыпты. Дел сал күйімде не болып не қойғанын түсіне алмастан мас адам секілді болып қалдым. Сүйрелеп ваннаға кіргізіп жуындырғаны, қайтып әкеп киіндергені есімде қалыпты. Сосын үйден шығарда тамағымнан қысып тұрып, біреуге айтсаң масқараңды шығарамын. Мен 4-ші курсты бітірген ана қызға үйленемін.
Ал сен енді ешкімге керек болмайсың. Сені ешкім алмайды енді. Мамаңа сәлем айт деген есімде. Сосын апарып ауылға қайтатын таксиге салып жіберді. Сол сәтте 18 жастағы бойжеткен болған оқиғаны біреуге тіс жарып айтуға қорыққан. Бар уайымы масқара боламын. Үйдегілерге өлтіреді болыпты. Үйге жеткенше есімді әжер жинадым. Аяқтарым дірілдеп, ішім ауырды. Қалайда үйге сездірмеуді ғана ойладым. Үйге келе салысымен жатып қалдым. Анам мен әкем қонаққа кеткен. Олар келгенше ұйықтап қалдым. Сол жасырған сырымды тағы 4 жыл сақтадым. Оқуға қайта келгенде жұрттың бәрі менің жігітім мен 4-ші курсты бітірген қыздың үйленгенін, тойлары керемет өткенін жыр ғып айтып жүрді. Мен жатақханадан пәтер жалдап шығып кеттім. Оқуымды бітіріп, мұғалім болып 1 жыл жұмыс істеген соң бүгінгі күйеуімді кездестірдім. Сондай кішіпейіл, адамның көңіліне қарап сөйлеп, әлсізді қорғай білетін, ол да маған басында зұлым еркектердің бірі боп көрінген. Талай жігіт сөз салса да, соңымнан жүрсе де, олармен дөрекі болуды әдетке айналдырғам. Бірақ ол менің бар дөрекілігіме шыдады. Бір күні мейрамға орай бір шоқ гүл мен тілдей хат жазып жіберіпті. Өміріңде ұмыта алмайтын ауыр естелік бар тәрізді. Қандай болса да тыңдауға және сені қолдауға дайынмын деген сөз менің көптен жарасын ішке сақтап жүрген жүрегімді тіліп жібергендей болды. Қанша жылдан бері сол түні ішімде босатып жыладым. Ертеңіне жұмыста кездескен жігіт менің көзімше басқаша көріне бастады. Не керек бар сырымды ақтардым. Тағдырымның тәлкек болған тұсын ашық айттым оған. Ол қолымнан ұстап тұрып, өмірдің тоқтап қалмағанын, сол бір пәктікте тұрған ештеңе жоқтығын, алдағы күні адал жар болғанымды ғана қалайтынын айтып берді. Онымен қоймай, анасымен айтып, оған да болған жайды жеткізіпті. Қыздың тәнінің адалдығы емес, санасының адалдығын жоғары сана. Ешқашан бетіне баспаймын, адал ұрпақ сыйласа болды депті. Расында енем осы күнге дейін бір ретте еміреуін де танытқан емес. Оңтүстіктің келіні болсам да, сен бізге пәк болып келмедің демеген. Алғашқы түнімізде тексергенде ешкім болған жоқ. Күйеуім де осы уақытқа дейін бір ретте бір бетіме баспады. Кейде өзімнен өзім есіме түсіп, әбігерленіп, әсіресе пәктік туралы әңгіме болғанда, ол менің жағдайымды жақсы түсінеді. Ақырын ғана қолдау білдіріп, қолымнан қысып, ұмыт сол жағдайды дегендей болады. Санасы үшін жан тәніммен жақсы көрем оны, дейді келіншек тебірене. Небір зұлым жігіттер жақсы қыздардың өмірін талқандап жатыр. Сондай тағдыры талқан болғандар тұрмысқа шығып, отбасын құра алмай, теріс жолға түсіп кеткендерді көп естиміз. Тек батпаққа бір рет батты екен деп, ешқашан қайдадан балшық кеше бермеу керек. Өмірде жақсы адамдар бар, олар қасымызда жүр. Қатенің өзінде өмір түзетеді. Өмірді қайта бастауға ешқашан кеш емес, дейді бақытты жүзі бал-бұл жаңған келіншек.